Ей! Әкеліңдер тағы! Бітті мынау! Қойма адам! Осымен қашан тойар екем, а? Жеп өзімде шаршап кеттім. Ана қазақтың барып, малын тартып әкеңдер. Бол! Ләббай хан ем! Қазір әкелеміз! Хан сөзі екі айтылмай! Қазір әкелеміз! Алтын ерді көтеріп атқа салдым ай, хазинеде. Ойбай, құрыдық. Жалғыз сиырда кетті тойымсыз хан. Енді кішкене ботама не берем? Жалғыз сиырдың сүтін ішіп, балапаным екеуміз күн көріп отырайық, қой құдай-ай. Осы жалмауызды жер жастандыратын еркек кінді қалмаған ба қазақта? Уа алдияр, хан ем! Уа патшам! Қолыңыз алып келді тамағыңызды. Мынау сиырдың басы ғой. Жөн. Кімнен алдың әй? Қазақтың жерін шарлап мал таппадым. Түгел жеп қойыпсыз хан ем. Бір жесірдің жалғыз сиыры қалыпты. Соның басы ғой. Жылап, ойбайлап қалды албасты. Сол керек. Қазаққа сол керек. Жаудың малы қалай тәтті? Қандай дәм-дәм. Тілімді үйіріп барадай. Ол жесірдің тағы несі бар? Алтын жүзігі, күміс білезігі бар шығар. Барды алып кел. Жесір, шық бері! Алтын сақинаң, күміс алқаң бар болса, түгел әкел, хан сұрап жатыр. Құдай-ай, осы жендеттің ботама қол тиіп кетер ме екен? Ботам үшін жампира. Шық бері! Алсын да кетсін. Құлыным, қозым үшін аярым жоқ. Жата тұр балапаным. Түгелін алып шыққан жоқсың. Тұр былай. Қақпас. Үйіңде жасырған байлығың бар шығар. Осыдан тауып алсақ, басыңды алам. Мен балам үшін жан берем. Байқа, жендет, мен жаралы қасқырмын. Сені де ала жығылам. Тарт аяғыңды, шық үйден. Балапаным үшін ештеңеден аянарым жоқ. Сен не істеп аласың? Мендей нойысқа, ең қымбатың бал екен ғой. Ханның құлы болады.
малай қылып ұстаймыз, малайығы. Ұқтың ба? Барлық жұмысты осы істейтін болады. Тұрмай, апарып берейін хан иеме сенің күшігіңді. Алдияр, жесірдің жанын мұрнының ұшына келтірдім. Барлық алтын күмісін талап алдым. Жендетіңіз сіз дегенде жанын беретінін білесіз. Бүкіл елдің алтынын алып кел десеңіз, кемпір шал, бала шаға демей тоқпақпен ұрып өлтіруге әзірмін. Жендет деген осындай болу керек. Бірақ, сенің көзіңе не болған? Айт жаныңның барында! Тымырда! Ханның жендетіне қарсы шыққан кім? Әйелден таяқ жегеннен саумысың? Егер жетім жесірден таяқ жесең, жендет емес, қайырса қылып жіберем! Жоқ, Алдияр, жоқ. Алтын сізге жеткізем деп қуана жүгіргенде құлап түскем. Өзімді тасқа соғып алдым ғой деймін осымен құлаған кезде. Алдияр, бір кісі келіп тұр. Түріне қарасам болашақты болжайтын. Бақсы күшін ашпа. Тәуіп бе, дивана ма? Түсінбедім. Сабалақ үшін жамылған біреу. Сізге айтатын маңызды хабар бар екен. Үсті басын мұқият тексеріп кіргізіңдер. Дүрмелең дүниеге кім ие? Есіміздің ханымыз, сізге құрбан жанымыз. Аман болсын ханымыз. Соны ойлап күндіз күлмедім, түн жатпадым. Алайда хан ием, жұлдыздар маған сұмдық хабар жеткізді. Жұлдыз маған не деді? Жұлдыз жақсы демеді. Қатер қаза, өлім келе жатыр, өлім. Ханның қазасы арқасында қалы бар. Қазір бесікте жатқан бір қазақтан келеді екен. Көк аспанда жымыңдаған жұлдыздар осы түнде маған осындай аян қылды. Құтырған бадырақ құл! Бұл шылың қай болшыл? Кет көрінбе! Шығыл! Жендет қайда? Жендет! Басын ал! Қаным! Сұлтаным! Аллаға аян, сөзім шын, жұлдыз сөзі ақиқат. Мені өлтіргеннен еш пайда таппайсың. Одан да баланың сипатын сұраңыз. Сол баланы тауып, көзін құрту керек. Сонда ғана аман қаласыз. Әйтпесе бала аттың жалын тартып мінген күні. Күндей күркіреп, қалың әскер дүркіреп түбімізге жетен. Мұнау не дейді? Не дейді мұнау қарабет? Мұна құлдың қорлығая? Қазақтың бесіктегі баласы тұрмақ. Бүкіл халқы табанымның астында жатыр. Малын тонап, ұлын құл, қызын күң қылып отырмын. Маған сол малай қазақтан қауіп келеді дегенді сенге қайдан шығардың? Хан ием, менің тілегім сіздің амандығыңыз. Сізді сақтандыруға келдім, сақтандыруға. Бар жасығым сол ғана. Халық алып тумай тұрмайды.
сақтанайық хан ием. Ей, мұның рас шығар. Онда айтша, баланың сипатын. Айтқаны, бүгін ақ тауып жанын жаһаннамға жіберейін. Міне, мына жерінде үлкен қалы бар. Мынандай. Қай жерінде дейсің? Хан ием, мен шындықты айтайын. Мен білем ол баланың кім екенін. Бүгін көрдім, бақсы дәл айтып тұр. Сол жерінде дөңгелек қалы бар. Ол баланы осында алып келем деп ем. Шешесі жаралы жолбарыс атылып, менің өзім әрең құтылдым. Онда көрген жеріңнен дереу алып кел. Ондай әйелден оңай бала туылмай. Басқыра айналмай тұрғанда, өлтіріктің көзін құртайық. Баланы алып келмесең, басын шабам. Ойбай! Құрыған жерім осы болғаны ма? Хан мені енді аямайды. Жер жұтқырлар қайда кетті? Таппай қоймай! Бүкіл қазақтың үйін өртеп, күлін көкке ұшырсам да табам! Жалғыз сиырларыңды хан тартып алды дегенді естіген соң, аң аулап жүрген жерімнен қайта шаптым. Айналайын ақ бөкенше қоғынға түскен ботамай. Атын бөкен деп қойсақ дейм. Рағым, баламнан қалған жалғыз тұяқ ет. Бөкенбай болсын. Бөкенбай? Бөгенбай. Ата, кешіріңіз. Бір сөз айтсам бола ма? Айта ғой қара. Өмір бақи бөкен сияқты үркіп қашып жүрмей ме? Жоқ, шырағым, жоқ. Баласына жау төнсе, бөрі жарар мінезі бар бөкеннің. Мен баланың атын, ата жауын ұмытпасын, қайнаған кегін мәңгілік ұмытпасын деп қойдым. Бірақ Бөгенбайды қайнаған кек отынан жаралған көзсіз батыр етіп өсірем. Садақ ату, күресу, атқа міну, найза, қылыш, шоқпарды қолданудың қыр-сырын бәрін үйретем. Екі иығына екі кісі мінетіндей палуан болады. Келін шырақ, менің Тәуке ханның бүкіл соғыстарына қатысқан қарт жауынгер екенімді ұмыттың ба? Бөгенбай бетіне ешкім келе алмайтын асқан жау жүрек батыр болып өсет. Иншалла. Ва тәңірім, Бөгенбайымды қазағына пана болар таудай батыр ет. Желімнің кегін алып, қалмақты қуып шығарсын мына байтақ жерімнен.
Ey! Табыңдар тез! Табыңдар күшікті! Баланы таппасаңдар бәріңді қырып тастаймын! Табыңдар дей! Қалы бар бала. Бұл ауылдан да табылмады. Кеттік онда, мына қырдың астында тағы бір үйлер бар. Соларды шабамыз, қанға ақсатамыз, табамыз. Al, балам, 13 жасқа келдің. Әкеңді өлтірген, халқыңды қан қақсатқан ханнан кек алатын күн туды. Мен саған қазақтың бүкіл жауынгерлік өнерін үйреттім. Енді сенің кек алатын күнің келді. Баяғы тай ат болды. Баяғы жас бас болды. Батамды бердім. Біз туралы ойлама. Біз күнімізді көреміз. Тарт халқыңның қашшауына. Алқымнан қысып бұралқы итші үнін бірақ өшір. Мына Тауке ханның туын өмір бақи сақтап келе жатырым. Осыны көтеріп шықсаң, жұрт өз байрағын таниды. Артыңа жер қайысқан қол ерет. Ал, қолыңды жай балам. Жортқанда жолың болсын. Көкбөрі өзі бастасын. Аумин! Ойбай халем, қазақтар келе жатыр, қазақтар! Ойбай! Қарным жарылады, жіберші! Өлдім, батыр екесі, жіберші!